Мемлекеттік қызметшіге талап пен тәртіп бөлек, биліктің бейшігін, тетігін ұстаған лауазымды тұлғалар заңсыздыққа жол бермеуі керек. Ал ағат кеткендер тәртіптік жазадан құтылмайды. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында 8 мәселе қаралып, кейбір жауапты тұлғаларға тәртіптік жаза ұсынылды. Тәртіп пен жауапкершілік билік пен қызметтің негізгі ұстанымдары. Бас ғимаратта өткен өзекті әдеп жөніндегі кеңестің отырысында 8 мәселе қаралды. Соның бірі Жуалы ауданы білім бөлімінің басшысы Бақыт Шертаеваға қатысты. Мен ол құжаттарды ол кабинетке қойғандағы бір мүлдем ешкім кірмеу керек, тиіспеу керек деген мақсатта емес, мен тиіспесін деген жоқпын. Мен түстен кейін боламын, сол кезде реттеп, енді ол жақта басқа мамандардың да құжаты болғаннан кейін өзінікін өзіне береміз деп, себебі ол 2 айдан аса жұмыста болған жоқ қой. Сол кезде жұмысты басқа мамандар жүргізген болатын. Сол жерден енді не болса да түгендеп барып өткіземіз деген. Аса үлкен заң бұзушылық емес шығар, дегенмен мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексін сақтамаған үшін ескерту жөніндегі тәртіптік жаза қолдану туралы ұсыныс берілді. Қызметкерлер қатысты ешқандай дөрекілік таныту немесе басқа да әрекеттер жасауға құқығы жоқ деген норма бар. Сәйкесінше мынау полиция қызметкерлерін шақыртып, бөлім басшысының тарапынан ұжымдағы мораль-психология ахуалдың төмендеуіне себепкер болған. Бұл ретте тағы да атап өтетін мәселе, полиция қызметкерлері келіп, бірақ алайда Мадинова тарапынан қандай да бір бұзушылықтар жоқ деп, сондай қорытындыға келген. Әдеп кеңесінде Жамбыл ауданы мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Қуаныш Тұрсынов пен оның орынбасары Жамбыл Құрманбековқа қатысты тәртіптік істе қаралды. 149.090 бума темекіге байланысты қозғалған мәселені комиссия мүшелері тоқтатуды ұсынды. Сіз дәлелдеп, мынаны көріп отырмын, мынандай фактілерде мынау болды деп айтыңыз. Прокурор дұрыс жұмыс жасау керек, сіздерге өкпесі көп елдің. Менің ұсынысым жұмыс істеп жатқан адамдарға нақақтан нақақ күймеу керек. Тәртіптік іс қаралмайды, тоқтатуды ұсынамын. Рахмет. Сондай-ақ тәртіптік кеңесте сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылықтарды және мемлекеттік қызметшілерді әдеп нормаларын бұзудың алдын алуға бағытталған шаралар туралы Меркі ауданының әкімі баяндады. Нұрдәулет Мұса, Қанат Күзберген, Мейрамбек Сағынов, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.